Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге жаңа EGOV-ға шолу жасаймын. EGOV обновленный версиясы және екі кіру жолын көрсетемін. Басты беті осындай. Бұрышында авторизация деп басасыз және екі түрлі кіру. Мына біріншісі бұл QR арқылы, екіншісі ECP кілт арқылы. Бірінші осы ECP кілт арқылы көрсетейін. Бұл жерде уже дальше бұрынғы сияқты кіріп, ECP кілтті таңдап, паролін жазып кіресіздер. Және айта кететін жайт, бұл жерде мысалы код келеді. Код EGOV Mobile-ға келеді. Егер де сіз EGOV Mobile орнатылмаған болса, егер де кірмей тұрсаңыз, уже таңдау болады. Сізде SMS код арқылы жіберіңіз деген сияқты. Қазір көрсетемін. Мысалы, мен мына жерде EGOV Mobile арқылы код келді маған. Өйткені менде орнатылған автоматом келеді. Мына жерде коды подтверждения дегенді бассаңыздар, міне моментально келеді. А если сізде EGOV Mobile жоқ болса, мына жерде запросить SMS код деп тұр. Соны басасыз, соны бассаңыз сізге кәдімгі телефоныңызға SMS болып 1414-тен код келеді. Мінекей кірдік. Және қысқаша шолу айта кетейін. Бұл жерде уже мына главная страница, одан кейін міне услугенің ішінде өзіңіз таңдайсыз: семья, работа, образование. Сосын мына жерде де таңдайсыз услуги, сообщения, мой профиль. Яғни 4 разделдің іші. Және мына услуганың ішінде де, оның ішінде де таңдауға болады. Өзіңізге енді керекті басып, мына жерде де көріп отырғаныңыздай кереңізді өстіп тауып аласыздар. Негізі тоже ыңғайлы новый версиясы. Көбісі түсінбей жатырық деп жатыр. Енді кішкене көз үйрету керек, әйтпесе бәрі сол услуганың ішінен табуға болады. Профиль міне. Енді шығып, мен сіздерге екінші жолын көрсетейін, QR арқылы. Яғни ол EGOV Mobile-да міне астында QR деп тұр. Соны басып, және осыны сканерлейсіз, и сіз также моментально EGOV KZ-ға кіресіз. Также сол барлығы қызметтер, SMS деген сияқты. Осындай екі жолы бар екен. Рахмет қарағандарыңызға.